Баршаларыңызға қайырлы таң. Бүгін біздің бейсенбі күніміз сәтті өтсін. Менің екі контентім, үйдегі екі бастығым. Ежелерге шай беріп болдық, енді жинаймыз. Далаға шығып бара жатсақ, далада бүгін қар жауған екен. О, есіктің алдында деген бағып жатыр ғой әдеттегідей. Мінекей, далада қар. Ең алдымен бірінші далаға шығып мусорларын төгіп алайын деп шештім. Далаға шығып мусорларды төгіп келсем, мына екеуіне музыка қосып беріп кеткенмін ғой. Биді деген жіберіп жатыр ғой. Бір пысық қатындай көріп қазір не анау шашылып жатыр, ана мынау деген әңгіме кететін шығар. Уайымдамаңыздар, енді жинап кірісіп жатырмын. Қазір барлығы жинайды. Осындай шашылатын жандар сіздерге бұйырсын. Ваннаға кір тастайын деп кірсем, адам көргісіз болып жатыр ғой. Ойбай дедім да, қазір татыр деп есікті жауып кеттім. Қайтып келем деп сөйтіп не қылсам, таңғы астың орнын тез шуылдап жинап тастадым. Дальше қайтадан ваннама келіп, тез ваннаны жинадым, кірлерін барлығын салдым. Балдардың киімін бірінші салдым. Барлығы баядан киген киім бәрін қоя берген ғой. Біздің үйден шүкір адам жеткілікті болғаннан кейін бәрі кеп тастап кете береді. Соның бәрін айналып келгенде келін істеу керек, келін істейді бәрін. Осы деп ваннаға жуатын қостым, қоспаны, сөйтіп стенаның барлығын жуып тазалап, төбенің бәрін жуып алдым. Біраздан бері жинап алайын деп жүрген едім. Кір болып кетіпті. Ваннаны жинап, мынаяқта тартылдатқанға шықсам, ой, мына екеуі тындырып жатыр екен. Кухнядан шкаптың есігін байлауды ұмытып кетіппін. Екеуі шашып ыдыстарды қиратып жатыр екен. Одан мына пол жуатын шелегімді алып, дарын әкел десем, алып келе жатыр ғой, маған қарай жанын сүйретіп қоя. Не істеп жатсыңдар? Шашуға бола ма? Наны не үшін майлап қойдық біз? Еріккенде майлап қойдық па? Шығын айтыз неқа? Не? Болдық жинап, жуып тазалап болдым. Дарындан, балдардан тығып нәқыл қоғам оналар. Қиратады әлі, уже жұмыстарына кірісіп жатыр. Дальше парабойда ілініп тұрған киімдердің барлығын жинап, орындарына салдым. Сосын ортадағы столдарды тұрғызып, пылесостауға көштім. Екеуі мен артынан қалмай жүр ғой, жағаласып. Одан дарын деген бүтін көтенайына сиіп қойған екен. Оны деген байқамағанмын ғой. Сосын ауыстырдым. Қыздар сүртінгеннен кейін сүлгілерін тастап кетеді ғой. Бәрі сабақ айтатын кезде енді келмейтін деп шашып жинап кетеді. Артын всегда жинайтын Амина бар. Құдай қуат берсін. Бәрінің киімдерін орын-орнына апарып тастадым. Енді мына жерді пылесостайын шөткілейін десем, екеуі жағаласып, одан шөткім ұшып кетті. Дарынға бар, әкеп берші деп қоямын. Сол алып келе жатыр, дарын жаны әкеп кетті. Әлі ауыстырматырған көтенай жағаласып, мен соткымды алып қояды ғой. Істеген қырлы екеуі деген аяғымның астына оратылып жүр ғой, кәдімгідей. Бұтам. Одан ауызды шөткілеп тазалап алдым. Бұл жерде де дарын кеп жағаласып түсірген қырлы етімді шығарды ғой, прям. Пылесостамас бұрын осы шаштарын жинап алдым, шөткілеп. Одан кейін далаға қарға бір ұрып алайыншы деп шығарып бердім қайнылеріме. Екі ортадағы паласты, ауыздағы паласты екеуін шығарып сілкіп беріңдерші. Осы мамаларымыз айтатын еді ғой, қардың иісі шығып тұрсын, қарға шаңын ұрып алыңдар деп сөйтіп шығарып қайнылеріме қақып беріңдер дедім. Сөйтсем мына екеуі телефонды қойып қойсам, екеуі деген түсіп жатыр екен ғой, телефонға қарап екеуі алғысы кеп. Далада екі қайным қағып жатыр. Ұрып беріңдерші дедім. Шақсадым. Мына жақты нақтамаса пылесостап алып, потом пол жуамыз. Уже мынау пылесостайын деп жатыр ғой. Ой, алла, мына екеуімен жағаласып бізде. Кешке дейін тірлік осы. Басқаларыңызды қайдам. Осылай тез шуылдап пачағын шығарып, пылесостап алдым. Мына екеуі де шаршамайды екен менің артымнан ілесіп жүруге.
тез пелес ұстап алып болжауға кірістім. Всегда дарын ғой жағаласып жүрген ұстама десең суға мен уғыз болғанмын ғой. Қиқым түскеннен кейін бала болғаннан кейін үйде қаншама бала болғаннан кейін қиқым түседі. Сосын шымтықандар үймелейді. Сосын шымтықанмен арпалсам ғой мен осындай уғыз қамна ұстама десем соны жағаласып ұстап қанымды ішіп жатыр ғой. Тез өстіп қолымды жуып алдым. Уже қыздардың сабақтан келетін уақыты болды. Обед істеуім керек дегендей тез жуып паластарын әкеп төсеуім керек. Ал ауыздағы паласты әкеп төсеп қойдым, теплый полға кебе берсін деп. Қар болып тұрғасын, су болып тұр. Тазалап, жинап, бәрін төсеп болдым. Дарын алдыма түсіп шылдап бара жатыр. Мінекей давлениелеріңіз көтеріліп кетпесін деп пострессін көрсетіп қояйын. Жинап, бәрін тинақтап қойдым. Ана жерде лестницаны балдар мініп кетпесін деп сөйтіп бітеп қоямыз. Балдар шамалы есін білгенше. Одан кейін кірім дайын түркен ғой, жайылатын. Одан кейін кірімді жайып тастадым, тез шуылдатып. Кір жайып тұрып жаныма қарай салсам, Дарын деген аяқ киімнен түскен қарды жеп, дәмін татып үлгіріп жатыр ғой өзінше. Бір саусағымен бәрін тындырады жаны. Менің кітте ғана. Одан Раяна мен баклажкаға таласты ғой екеуі. Айтатын жоқ ше, тез кірім жайып тастайын дедім, екеуі қырылсақ болады. Жеңгені алады дедім да, қараған жоқпын оларға қырылып әйтеуір өздері ары қарай ойнап кетті ғой. Баршаларыңызға қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Үлкен кісілер болса сәлем бердік. Бүгінгі күндеріңіз сәтті түсін, кеште болса айтып қояйын. Бізде сол тірлік азынан бері ванна жинадым, үй жинадым дегендей, Наик екі бастығыммен арпалысып осылар дегендерін істеп, екеуі қырылып, барсаныш осының өзінде. Осы екеуінің бастығымын мен. Менің бастығым бұлар. Осы екеуін айтқан істейін кешке дейін. Бүгін қар деген күшті жауып жатыр. Құдай қаласа қыздарым десек, шанаға кәсетемін. Ал енді обед істеуге кірістім. Ал киіктің еті соңғысы. Біздің де бір-екі адам киіктің етін жейді. Осындай қайынсіңлім жоқ кезде обедте киіктің етін істеп тастаймын тамақты. Екеуінің ұйқысы келіп жүр. Бір қарасам, мына екеуі банкілермен ойнап отыр ғой. Мына жердегі шкаптың есігін ашып алған, скотчтап тастағанбыз, осы ашпасын деп. Неше болады елу осыны? Жаз жүздеп. Астына жаз, 40 қосу 40. Дұрыс. 8-ден 2 алып тастасаң 60. Қанам бірге сөйтіп келін. Барлығын осылай кезек-кезек кәсеттім. Одан қайынсіңлім шықты, апысының қызы. Оны кәсеттім, барлығын бір айналдырып әкеп, үйге кірдім ғой, дәлше тамақ берейін деп. Бәрінен тығып гүлдердің бәрін терезе алдына қойғанбыз ғой. Күн ұнамай тұр ма, не болып тұр. Осыларды суарайын деп жатырмын. Бәрі қурап тұр ғой деймін. Әлі күн жақпай жатыр ма, терезе алдына қойғанбыз ғой. Ана гүлді ұшымдарын жылады. Мына жерде тұрса да тартады ғана шырмақ гүлді. Су құяйын бәріне. Қыздар ғанандай қойма десең де терезе алдына қояды ғой ше. Қандай адамдар екен. Так, пока. Түтен ғана суарып жатырмын. Шамалы уждарын қолбаған сал жетті олардың суарып 2 сағаттай қойып қоймасам. Не болды дарын? Кухняға кірсем, мен осындай подарок күтіп тұр ғой. Обедтен кейінгі ыдыстар. Қойшы дедім, 10-15 минут ұйықтай тұрайыншы дедім. Ұйықтай қояйыншы деп едім, бір кезде Дарын келді. Ой, үстіме мінді, өйтті, бүйтті. Анаяқта қыздар қырылып жатыр. Менікі, сенікі, сен бастадың, мен бастадым деп. Ойба дедім. Қой құрсын, рахмет, айналайындар дедім. Кухняға келіп отыр, менді атыстығым жуат деп қарап отырмын. Қайным келген сабақтан сол тамақ шай ішейін деп. Уже Дарын деген шкаптың есігін ашып жатыр ғой. Давай, кім жинайды деп ақыр соңында өзім кірістім, билеп алайыншы, шамалы бір деп денемді қыздырып деп.
ой дарынмен билеп алдық. Өзіміздің көңілімізді өзіміз көтермесек басқа кім көтереді? Ыдыс жуар алдындағы би біздің. Тартсана енді. Әлі тапса газетсей. Мен geçecek. Газетсей тартады әлден келеді. Арттан итене бір дейді. Тарт. Иә, сен кезектесің. Бір айнал дейді. Мәншік бір айнал. Даладан кіріп, бестің шайына пирожки пісірейінші деп картошканы асып, жолда тез-тез қайнаттым. Даладан келгеннен балалардың қарны ашады ғой деп. Біздің үйдегілер картошкамен жегенді ұнатады, пирожкиді. Байынша капустамен ұнатпайды. Осылай тез-тез қара қазаныма салып, қайнатып қойдым. Дальше кешкі тамақтың уақыты болған екен. Бірден сәбізін ашайын, палау істейін деп сәбізді ашадым. Ертең қайным жұмысқа кететін болған. Бір қайным сол келіп шай бар ма деп соған да бір жағынан шай берейін деп жатырмын. Осылай картошканы езіп аласыздар, пісіресіздер. Қара қазаным аман болсын деп тез-тез пісіріп жатырмын. Бір жағынан қайныммен шай беріп жатырмын. Жұмыстан келген басы ауырып, жұмысқа кетеді дейді. Соған келген ғой. Бір жағынан тамақтың майын қыздырып жатырмын. Сәбізін, жуасын, етін бәрін турап қойдым. Кешке бәрі жұмыстан келеді. Осылай палауды уже бастап кеттім. Шамалдан кейін уже жетілдердің кезінде үйдегілер келді. Уже тамақтарын бердім. Енді әрине шыққаннан кейін ыдыс жуасың ғой. Сөйтіп тұрған кезде аяғыздан папаның тағы да жұмысына кететін адамдар келіп қайттан тамақ істеді. Негізі мен жатып қалған адаммын ғой, кухняға зарядка алуға келсем, ертеңге нан жоқ екен. Сонымен тез-тез илеп тастайын дедім. Үстіме киімдегіме бермеңіздер, шашыма пижама киіп алғанмын, сыртынан халат кие салғанмын ғой. Сөйтіп тез-тез қамырымды илеп қойдым. Қамырды міне осылай илеп қойдым. Маманың жұмысына ертеңге тамақ істеп қойдық айтпақшы. Соның бәрін салып қойғанбыз. Кір машинаға кір жуып жатыр екен. Оның күткен 4 минут бар екен, әлі соны күтіп отырдым. Одан кейін болғаннан кейін сол кірді жайып барып жаттым ғой. Наконец-то деп 12:30, 11:30, 12-де. Осылай ұйықтадық. Баршаларыңызға қайырлы түн. Ұйқыларыңыз тыныш болсын.